Сәлем, Ерке Дивернасының кішкентай көрермендері. Біз сендермен бүгін бір ойын ойнамақшымыз. Ол ойынның шарты былай. Жануарды көлеңкесінен таны. Қане, мына жануарды көлеңкесіне қарап тауып көрейік. Бұл қандай жануар деп ойлайсыңдар? Қане, бәріміз бірге ойланайық. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Жарайсыңдар, достар. Дұрыс таптыңдар. Әрине, бұл жануар піл. Дұрыс айтасыңдар, достар. Қане, келесі жануарды тауып көрейік. Бұл қандай жануар деп ойлайсыңдар? Қане, ойланып көрейікші, қандай жануарға ұқсайды? Бәріміз бірге санайықшы. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Жарайсыңдар, достар, дұрыс таптыңдар. Бұл қонжық. Қонжық дегеніміз аюдың кішкентай баласы. Келесі жануарды көрейік. Құлақтары ұзын. Қандай жануарға ұқсайды? Бәріміз бірге ойланайықшы. Кеттік, бірге санайық. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Жарайсыңдар, достар, сендер өте ақылды екенсіңдер. Дұрыс таптыңдар, бұл қоян. Қандай сүйкімді қоян, е? Келесі жануарды іздеп көрейік. Бұл қандай жануарға ұқсайды? Көкке қарап ұлып тұрған сияқты ма өзі? Бізде қандай жануар ұлушы еді? Достар, жауаптарың дайын ба? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Дұрыс айтасыңдар, бұл қасқыр жануары. Қасқыр көкке қарап ұлиды ма? Иә, дұрыс. Ой, қандай қорқынышты. Мынау қандай жануардың көлеңкесі болды екен? Қане, жақсылап ойланайықшы. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Жарайсыңдар, достар, қандай ақылды едіңдер. Дұрыс таптыңдар, өте дұрыс. Бұл аң патшасы арыстан. Кішкентай достар, сендер сондай ақылды екенсіңдер. Бүгінгі ойын сендерге ұнады ма? Ұнаса, арнаға жазылып, лүпіл басуды ұмытпа. Келесі видеода жолыққанша.